Бүгінде кәсібінің көзін тауып, тірлігін тиянақтаймын деген азаматтарға жан-жақты қолдау көрсетіліп келеді. Бұл тұрғыда облыс аумағында көптеген жұмыстар жүзеге асуда. Сайрамдық кәсіпкерлерді қарап қалмай, өз істерін талапқа сай атқаруда. Қолдау тапқан шараға кәсіпкерлік бөлімі, кәсіпкерлік палатасы мен кәсіпкерлерді қолдау орталығының мамандары, жастар өкілдері арнайы қатысты. Орамды ойларын ортаға салып, пайымды пікірлерін де жеткізді. Бүгін мен Қарамұрт ауыл округында осындай бір жиналыс өткіздік. Бұл семинарда қазір ауылға келіп өткізгеніміз, өйткені бәрін райцентрге шақыра бергенде кәсіпкерлердің ол қол тиеме тимейме, олар келе алма, келе алмайма. Келгісі келсе де мүмкіншілігі бар ма ондай жету. Сондықтан осы ауыл округтарға шығып, осы жерде өткізіп жатырмыз сондай. Бүгінгі міне семинар өздеріңіз көрдіңіздер, жаңа жай басталса да кейін уже адамдар кішкене сұрақтары көбейіп, адамдар қалай болады деген кішкене қозғалттық соны. Оған да көрсеткеніміз кәсіпкерлер палатасының, республиканский палатының шығарған 100 шағын бизнеске арналған 100 жоба деген осылар көрсетіп, көшеде таратып кеттік қазір. Қарамұртта осы кәсіпкерлер көбейеді деген сондай сенім бар. Басқосу барысында Сайрам ауданы кәсіпкерлік бөлімінің басшысы Шавкатбек Рахатов мемлекет тарапынан қабылданған бағдарламалар аясында атқарылып жатқан ауқымды істерді егжей-тегжейлі баян етті. Саралап айтар болсақ, мемлекеттік агробизнес 2020 сыбаға бағдарламалар аясында ауыл шаруашылық саласына серпіліс бары байқалады. Яғни егістік алқаптар жыл өткен сайын етек жайып келе жатса, 4 түлік мал басы да көбейе түсуде. Ет сүт өнімдерін өндіру ғана емес, өңдеу жұмыстарына да бетбұрыс жасалуда екен. Мына бүгінгі таңда облыс әкімінің тапсырмасы бойынша кәсіпкерлік бөлімі, кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы, ұлттық кәсіпкерлік палата, жастар орталығыны, жұмыспен қамту 2020 бағдарламасына түсіндіру жұмыстары бойынша, оның ішінде кәсіпкерлік дамыту түсіндіру жұмыстары бойынша Қарамұрт ауыл округында кәсіпкерлермен кездесу семинар өткізілді. Оның мақсаты мемлекеттің беріліп жатқан кәсіпкерлерге көрсетіліп жатқан мемлекеттік бағдарламаларны кәсіпкерлер арасында түсіндіру, сол бағдарламаны беріліп жатқан жеңілдіктерін олар пайдалануға ықпал жасау, ауданымызда кәсіпкерлікті дамыту. Одан да дамыту. Осындай семинар тақырыпта бәр ауыл округтарында өткізіледі. Мұнан кейінгі басқосу барысы Ақбұлақ ауылында жалғасты. Жеке кәсіпкерлікті ауыл жерде дамыту үшін толық жағдай жасалған. Кәсіп ашып, нәсібін көремдеушілер үшін мемлекет телеге теңі жағдай жасап отыр. Бұл күрделі мәселенің күрмеуін шешу жолында жұмыспен қамту 2020 бағдарламасының екінші бағыты осы ауыл жерлердегі жұмыссыздық салдарын жойып, жеке кәсіпкерлерді қолдауды көздейді. Ал ауылдың гүлдені елдің өсіп өркендеуінің кепілі. Бүгінгі мынау өткізіліп жатқан іс-шараның негізгі мақсаты кәсіпкерлік дамыту. Яғни кәсіпкерлік болған өзінде де жастар арасында кәсіпкерлікті насихаттау арқылы сол жұмыссыз жастарды осы ауылды жерлерде мүмкіндігінше осы ауылды жердегі өзінің кәсібін дөңгелетіп алып кететіндей жағдай жасау мақсатында түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатқан жайымыз бар. Бұл жерде мінекей тиісті бөлімдер мен тиісті мекеме басшылары арнайы өздері келіп ауыл тұрғындарына, соның ішінде жастарға сұрақтарына жауап беріп, жастардың пікірін тыңдап, жастардың идеяларына өздерінің ойын мемлекет тарапынан көрсетіліп жатқан қолдауларды түсіндіріп жатқан жайы бар. Кездесу соңында қатысушылар тарапынан шағын бизнесті ұрпақтан ұрпаққа берілетін отбасы дәстүрін айналдыру керектігі жөнінде өз пікірлерін айтып, барлық қойылған сұрақтарға толықтай жауап та берілді. Алдағы уақытта өзге де елді мекендерде осындай басқосулар тұрақты түрде жалғасын таппақ. Танат Балқыбекұлы, Захит Тұрсыметов, Елнұр телеарнасының жаңалықтар қызметі.